Ассаламу алейкум. Бүгін сабақта мен сіздерге 3 фаз электр қозғалтқышты жұлдызшадан үшбұрышқа ауыстырып қосу тәсілін схемасын көрсететін боламын. Ең әуелі таныстыратын болсам, неге біз жұлдыздан үшбұрышқа ауыстыру тәсілін қолданамыз? Жалпы бізде электр қозғалтқыштың жалғанудың екі жолы бар, екі түрі бар десе айтатын болсақ, бұл біріншісі бізде жұлдызша, екіншісі үшбұрышша жалғау дейді. Жұлдызша схемасы бойынша электр қозғалтқыштың орамалы қалай жалғанады? Мысалы айтатын болсақ, бізде электр қозғалтқышта 3 фазылық 3 орама бар. Әр орама бізде 120 градус реттілікпен бірінен соң бірі орамалар орналасқан. Әрбір ораманың аяғын бір нүктеге жинайтын болатын болсақ, бұл бізде жұлдызша жалғану болып есептеледі. Жұлдызша жалғау дейді. Ал мынау бізде схема түрінде болса, екіншісі мынау электр қозғалтқыштың клеммасына қалай жалғанады? Мынау бізде клеммалар болатын болса, пластинканы біздер былайынан көлденең қою арқылы 3 ораманың аяғын бір нүктеге жинау арқылы біз несейміз? Осылай жалғаймыз. Бұл электр қозғалтқыштың клеммасында. Екіншісі үшбұрышта жалғауда. Әрбір ораманың, яғни бірінші ораманың аяғын екінші ораманың басына жалғаймыз, екінші ораманың аяғын үшінші ораманың басына, үшінші ораманың басын бірінші ораманың басына жалғау арқылы бізде үшбұрышша жалғайтын боламыз. Енді электр қозғалтқыштың клеммасында бұл былай көрінеді. Енді тікесінен пластинкаларды қою арқылы біздер үшбұрышша жалғау тәсіліне ауыстыра алады екенбіз. Негізінде электр қозғалтқыштың ішінде орамалар негізінде мынандай реттілікпен орналасқан. Бірінші ораманың басы, мысалы, мына клемманың айтқан кезде басына жалғанған емес, керісінше екінші қатарда клемманың айтқан кезде бойында клемма жалғанған. Екінші орама үшінші қатарда клеммасына жалғанған. Осылай жалғану арқылы біздер пластинканы тек қоятын болсақ, бір осы бойымен, онда біз не істейміз? Треугольникке осылай ауыстыра алады екенбіз. Енді неге жұлдыздан үшбұрышқа ауыстыру тәсілін қолданамыз? Мысалы айтатын болсақ, іске қосу тоғын негізінде азайтады. Яғни электр қозғалтқышта егерде бірден біздер үшбұрыш схемасына қосатын болсақ, оның номиналды тоғы бізде 5-7 есе артық болуы мүмкін. Ал егерде қозғалтқышты жұлдызша схемасына қосатын болсақ, оның әрбір фазына түсетін кернеу бізден 3-тен 1 есе, яғни шамамен 58%-ға төмендейді. Ал іске қосу тоғын 3 есе нестей аламыз екен? Азайта алады екенбіз. Бұл нестейді? Желідегі жүктемені азайтады және автоматтардың кездейсоқ ажырауын болдырмайды. Тағы бір айтатын жайт, желіге түсетін жүктеме нестейді? Бізді азайтады. Яғни мысалы үлкен қуатты электр қозғалтқыштар 20-30 киловаттық бар, одан да көп 100 киловаттықтар бар. Мысалы электр қозғалтқыштарды іске қосылған кезде электр желісіндегі кернеу түсуі байқалуы мүмкін, яғни просадка напряжения дейді. Бұл басқа құрылғылардың тұрақты жұмыс істеуіне не істеуі мүмкін? Әсер етуі мүмкін. Мысалы бізде электр жарық шамдары жабдықтауы мүмкін, басқа жабдықтардың істен шығуы мүмкін электр кернеуінің түсуі нәтижесінде. Ал жұлдыз режимінде іске қосқанда тоқ бізде керісінше аз болғандықтан электр желісіне түсетін жүктеме азаяды. Одан кейін электр қозғалтқыштың бізде қызмет ету мерзімін ұзартады. Себебі жоғары тоқтың әсерінен бізде орамалардың қызып кетуі және изоляциялардың тозуы жылдам тез процесте жүреді. Жұлдыз схемасында керісінше іске қосылу кезінде орамаларды механикалық және жылулық жүктеме бізде азаяды. Бұл электр қозғалтқыштың айтқан кезде жұмыс істеу ұзақ уақытын қамтамасыз ете алады екенбіз. Енді бұл схеманы жинау үшін біздер мән беретін жайт, біздер электр қозғалтқышында әр электр қозғалтқыштарда бізде не болады? Шийник болады, шийник. Біз қандай жағдайда бұл схеманы электр қозғалтқышын жұлдыздан треугольникке үшбұрышқа ауыстыра аламыз? Ол үшін біз қараймыз. Бізге бұл электр қозғалтқышымыз бұл схема ретінде жалғауға бола ма, болмай ма? Ол үшін мен айтқанда шийникке қараймыз. Шийникте бізде жазылып тұрады. Мінекей, бірінші треугольник деп тұрса, екінші не деп тұр? Жұлдызша деп тұр. Жұлдызша. Яғни бізде 220 вольтты треугольник ретінде жалғауға болады деген сөз. 380 вольтты жұлдызша ретінде жалғауға болады деп көрсетіліп тұр. Яғни бұл схемада біздер треугольникке 380 вольтты 3 фазаны бере алмаймыз деген сөз. 380 вольтты потенциалмен. Себебі не істейді? Оған бұл электр қозғалтқышымыз есептелмеген. Енді қандай электр қозғалтқыш жарамды
жұлдызшадан үш бұрышқа ауыстыруға 380 вольт напряжениемен. Бұған бізде мынакей мынандай электр қозғалтқыш болады. 380 вольт, 660 вольт деп жазылып тұр. Міне осы электр қозғалтқышты біздер айтқан кезде жұлдыздан треугольникке ауыстыра алады екенбіз. 3 фазалық электр кернеуімен 380 вольтқа. Бұл жерде треугольник бізде 3 бұрыш 380 вольтқа есептелген, жұлдызша 660 вольтқа есептелген екен. Мінекей, осындай электр схемасы айтқан кезде осындай шейникті жалып тұрған болса, электр қозғалтқыш осы ретте біз қоса алады екенбіз. Енді есеп ретінде шығарып көрсек, бізде екі түрлі электр кернеуі бар, трансформаторный пункттан келетін. Мысалы айтатын болсақ, мына трансформатордың бірінші орамасы, екінші орамасы әдетте жұлдызша ретінде жалғанады. Үш түрлі, үш фазы А, Б, С. Бұл жерде фазы мен 0 арасындағы потенциал 220 вольтты потенциал береді. Бұны біз фазалық напряжение дейміз. U, F дейміз, және фазный ток дейміз. I, F дейміз. Одан кейін екі фазының арасындағы потенциал бізде 380 вольтты потенциал напряжение береді екен. Бұны бізде линейный напряжение айтамыз. Екі фазының арасындағы электр кернеу линейный напряжение айтамыз. Ол бізде UL әріппен белгіленеді, және линейный ток та бар екен. Бұл бізде трансформатор токтан келетін екі түрлі электр кернеу 220 вольт, 380 вольт. Дәл солай біздерде егер электр қозғалтқышының орамасын жұлдызша ретінде жалғайтын болсаңыз, оған сіз үш түрлі фазы беретін болсаңыз, А, Б, С, 380 вольт. Бұл жерде линейный напряжение 1,73 есе аз болады екен, фазный напряжение береді екен. Ол қалай болады? Міне UF линейный фазный напряжение табу үшін бізге линейный напряжение бөлеміз түбірасты 3-ке екен. Бізде түбірасты 3 1,73-ке келеді. Мысалы 380 вольт беретін болсақ, фазын 380 вольтты бөлеміз түбірасты 3 болды, бізде 1,73 болады екен. Ол 220 вольт береді екен. Яғни егер де сіз 3 фазы потенциал 380 вольтты жұлдызша ретінде жалғап қосатын болсаңыз, онда әрбір орамада болатын электр кернеуі бұл 220 вольтты береді екен. Және бұл жерде линейный ток тең болады фазный токқа екен. Яғни фазный ток пен линейный ток екеуі бірдей болады. Линейный токты табатын болсақ, Ом заңы бойынша шығарылады. Фазный ток 220 вольтты фазный напряжениені бөлеміз. Мысалы, мына жерде біздің кедергі 10 ом дейік. 10-ға бөлеміз. Сонда бізде 22 ампер екен. 22 ампер бұл линейный ток және фазный ток екен. Екеуі бірдей. Ал егерде электр қозғалтқышыңызды сіз треугольник ретінде жалғайтын болсаңыз, оған сіз 3 фаза беретін болсаңыз, А, Б, С, онда бұл жерде керісінше болады. Бұл жерде линейный напряжение тең болады фазный напряжениеге. Мысалы 380 вольт беретін болсаңыз, 380 вольт болып қалады. Ал линейный ток керісінше бұл жерде фазный токтың түбірасты 3 есеге көбейеді екен. Мысалы фазный ток тауып көрейік. Фазный токты табу үшін, бұл жерге берген 380 вольтты 380 вольт қоссаңыз, оны бөлесіз неге? Яғни кедергіге 10-ға бөлесіз, сонда бізде 38 ампер екен. Яғни бізде мұнда пайда болатын орамадағы ток 38 ампер екен. Енді линейный токты табу үшін бірде фазный токты 38 амперді көбейтеміз, 1,73, түбірасты 3, бұл 1,73 болады, бізде шамамен 66 ампер екен. 66 ампер болады. Соны біз байқап тұрғандай, егерде электр қозғалтқышының орамаларын жұлдызша ретінде жалған кезде ток аз болады,
яғни ток өзгермейді, ток. Ал треугольник ретінде жалғанатын болсаңыз ток көп болады екен. Сондықтан да біз электр қозғалтқышты жалғардың алдында қарау керекпіз мұқият электр қозғалтқыштың шегінігіне. Треугольник ретінде 380 вольт беруге бола ма, яғни қосуға бола ма екен, болмай ма екен. Треугольник ретінде тек қана 220 вольтты қоса аламыз, ал звезда ретінде, яғни жұлдызша ретінде 380 вольтты электр кернеуін қоса алады екенбіз. 380 вольт қосу үшін сіз электр қозғалтқыштың шегінігінде 380 вольт деп жазылып тұру керек, және 660 вольт деп. Енді практикалық жұмысымызға көшейік.